Сәлем баршаңызға достар, сіздермен Құралай. Мен сіздерге аптап ыстықта осындай үй жағдайында кереметтей дәмі тіл үйіретін балмұздақты жасап көрсеткім келіп отыр. Менің арнама тіркеліп, маған қолдау көрсетуді ұмытып кетпеңіздер достар. Керек заттың бәрін описание бөліміне қалдырдым. Шыны ыдысымыз қажет болады. Сүт үй жағдайында немесе дүкеннен сатып алуларыңызға болады. Кез келген дүкеннен осындай балмұздақтың қосындысын кез келген дәммен табуға болады. Мен бұл жолы фисташковый түрін алдым. Көрейін деп, дәмі керемет болып шығатынына сенемін. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте шығынды аз талап ететін, қолжетімді азық-түліктерден тұрады. Миксердің көмегімен осылай қоспамызды жақсылап, екі қоспамызды араластырып аламыз. Фисташковый дәнек болса қосып жерсеңіздер болады, тіпті шоколад қоссаңыздар да болады. Менде үйде семена чия деген чияның тұқымдасы болғандықтан дәнін осылай салып жердім. Ол өте витаминге толы, ақуыздарға толы болған соң. Осындай құтымыз керек болады, балмұздақтан босаған. Сыйымдылығы 500 грамм ішіне кетеді. Осы балмұздақты толығымен осы ыдысқа құямыз. Осылай жақсылап құйып, тоңазытқышта 2 сағатқа немесе 1 сағатқа салып қойып қоямыз. Балмұздағымызды бетін жауып. Осы балмұздақтың көлемі енді 500 граммды береді. Описание бөліміне барлық заттардың бәрін, қанша қостым, қоспасын бәрін жазып кеттім. Көріңіздер. 2 сағат арада өткен соң әдемі етіп ыдысымыздан аламыз. Міне қараңыздар достар, керемет иісі де, дәмі де өте ерекше болып шығады. Мен өзім ойлаймын, үйде жасаған әрбір өнім өз қолыңмен дәмі деген керемет болып шығады. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Осылай ойықтап алып, кез келген формада ұсынсаңыздар болады. Келген қонақтарға да, немесе үйдегі балаларыңызға да. Ас болсын баршаңызға қолжетімді қаражаттан тұратын осындай әдемі аптап ыстықта балмұздақты жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын.